Туған күніңмен шығармасының екінші бөлімі. Бас жағы бәрі бірінші бөлімдегідей басталады. Шертпе, бірақ аяқ жағы екі шекке ауысамыз, қағыс өзгереді. Бірінші жол. Енді міне осы жерден бастап өзгереді. Енді екі шек бірге ойнаймыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Яғни төмен, төмен жоғары, төмен, төмен жоғары. Бірінші жолды қосып ойнаймын. Екінші жол. Тура бірінші бөлімдегідей басталады, тек аяқ жағы өзгереді. Бұл жерде екінші нүкте астыда үстіде. Төмен, төмен жоғары, төмен, төмен жоғары. Үшінші жол. Бұл жерде енді бірінші нүкте және төртінші перне. Және соңғы төртінші жол. Және нүктесін қоямыз. Яғни қосып ойнаған кезде туған күніңмен шығармасының екінші бөлімі осы.